Үңгір оқиғасы. Мұхамбетті өлтіруден басқа амал қалмады. Бірақ оның бір қаупі бар. Ежелгі дәстүр бойынша қанға қан деген салт бар еді. Өлтіргеннің өзі өлуі мүмкін. Әбутәліп қайтқаннан кейін оның әулетіне Әбулақап жауапты болды. Ол Әбу Жәһілдің мүдделесі еді. Сондықтан залымдар пайғамбарды өлтірудің нақты жоспарын құрды. Олар: әр рудан бір адам шығарайық. Ана сиқыршыны жабылып өлтірейік. Егер 40 адам пышақ ұрса, құнығері біз болмаймыз. Сұраушысы болса, құнын халықтан өндіріп алсын деді. Осылайша 40 рудан бір адамнан шығып, түнде пайғамбардың үйіне келді. Жебірейіл періште олардың күбір-сыбырын Мұхамбеттің құлағына естіртіп қойды. Пайғамбар бейнебір оларды бір бөлмеде тыңдап отырғанда естіп отырды. Ол Ясин сүресін оқып далаға дем салды. Әп-сәтте ауланы қалың тұман басып қалды. Үйден кімнің шығып, кімнің кіргенін адам біліп болмады. Пайғамбар шықты да жолда өзін күтіп тұрған Әбубәкір екеуі Хира тауына қарай желе жөнелді. Кәуірлер Мәдинаға баратын жолға да торуыл қойды. Алда-жалда қашып шықса, осы жерде тұтамыз деп ойлады. Арасында да ала таңмен арпалысып, Әбубәкір түйесімен желіп келе жатты. Ол пайғамбарды ала дорбаға салып, түйенің бір шетіне теңдеп алған. Қарулы жасақ оны оп-оңай қоршап алды. «Ей Әбубәкір, қайда тарттың? Жүрсің суыт қой» деді. «Мәдинаға. Не үшін елден бездің, әлде қашып бара жатсың ба? Ерлердің бір ісі қашумен бітеді. Қасыңнан бір елі ажырамайтын пайғамбарың қайда? Бізге Мұхамбет керек. Сенде ісіміз жоқ, маған десең жер ауып кет» деді. Әбубәкір өмірінде өтірік айтып көрмеген еді. Ол тек қана шын сөйлейтін болғандықтан, ел оны сыдық, яғни шыншыл деп атайтын. Сол кезде Әбубәкір: «Пайғамбар мына ала қанардың ішінде отыр» деп шынын айтты. Жасауылдар біздің жігіттер ендігі Мұхамбетті үйінде пышақтап өлтіргенде шығар деп сеніп тұрған. Олар: «Мұхамбет қасында болса, қанарға салып емес, төбеңе отырғызып қашарсың. Сенің мына қанарыңның ішінде адам тұншығып өлер. Жолынан қалма, Мұхамбет артыңнан көп кешікпей жетіп қалар» деп қарқ-қарқ күлді де Әбубәкірді босатып жіберді. Бұл оқиға пайғамбардың есінде мәңгі сақталып қалды. Мына өтірік айтуды білмейтін Әбубәкірім мені сәл болмағанда дұшпандарыма ұстап бере жаздаған. Тек шын сөйле дегенде осылай да сөйлей ме екен? Әй, бір зәремді ұшырдың-ау сол жолы деп есіне алып, сахабаларын күлдіртіп отырушы еді. Меккедегі қалың тұман таң ата тарады. Залымдар пайғамбардың үйін қоршап келе берді. Сол кезде есік ашылды да үйден Әзіреті Әлидің бір өзі шықты. Дұшпандар Мұхамбеттің тұманда қоршаудан шығып кеткенін білді. Олар ізгесетін атақты аңшыны алдына салып, шапшаң ізге түсті. Ізгесуші қараңғыда қарсақтың ізінен жаңылмайтын нағыз әккінің өзі еді. Пайғамбар бұл кезде Хира тауына жетіп үлгерген еді. Олар бір үңгірдің ішіне кіріп тығылды. Әне-міне дегенше қуғыншылар да келіп жетті. Олардың дабырлаған дауыстары іштегі екеуге анық естіліп тұрды. Бір қарағанда пайғамбардың соңғы сағаты соққандай еді. Қуғыншылар ізге дәл түскендіктен қанжарларын қыннан суырып, пайғамбарды ұстаған бойда боршалап тастауға тас түйін дайын келе жатты. Қашқан із үңгірдің аузына келіп тірелді. Ізгесуші: «Олар осында отыр. Енді барар жер басар тауы жоқ. Осымен менің ісім бітті» деп кері шегінді. Залымдар 10 қадам жерде тұрды. Енді бар болғаны еңкейіп қараса, жетіп жатыр. Үңгір тар болғандықтан қуыстағы екеудің тобықтары еңкейіп қараған адамның өзіне көрініп тұрды. Пайғамбарды сүйреп шығармаққа бекінген бір қаныпезер үңгірдің тап аузына тақап келгенде бір керемет және болды. Ғайыптан бір өрмекшінің торы тоқылып, үңгірдің аузын жауып қалды. Тордың тығыз тоқылғаны сондай, оның арасынан адам тұрмақ шыбын да ұшып өте алмас еді. Жаңа ғана тоқылған өрмек деп ешкім айта алмас сірә. Өрмекті әбден шаң басқан. 3-4 күн бұрын торға түсіп жем болған жәндіктердің қураған өліктері торда ілініп толып тұр. Одан бөлек тордың бер жағында адам аяғын баспаса өте алмайтын тар қуыста бір көгершін жұмыртқа басып жатыр. Оның да ұясы күннен әбден сарғайып тозып кеткен. Көгершіннің қанатының астынан сары уыз балапанның тұмсығы көрінді. Ұлық Алла Мұхамбеттің нұрынан 18 000 ғаламды жаратқан соң, бір көгершін мен өрмекшіні жер бетіне жіберіп жатып: «Әй көгершін, менің хабибім Мұхамбет ақырдың соңында дүниеге келеді. Ол дұшпандарынан қашып Хира тауының үңгіріне бой тасалайды. Сол кезде сен үңгірдің аузына ұя саласың. Ал сен өрмекші, сол сағатта өрмек тоқисың. Екеуіңе соған дейін жетерлік ғұмыр жазамын» деп әмір еткен. Өрмекші мен көгершін озалдан бері пайғамбардың келуін күтіп жатқан. Екі жәндік міндетін мінсіз атқарып жатты. Қаныпезер оларды көріп кілт тоқтады. Ол: «Ей есалаң, сен бізді қайда алып келдің? Мынау атам заманғы үңгір ғой. Бұған адам баласы аяқ баспағалы қай заман» деді ізгесушіге.
үңгір ескі болғанымен із жаңа ғой. Басқан ізі суылмаған екеудің табаны таң ата осы үңгірге келіп тірелген. Шыққан із жоқ. Енді саған не керек? Онда неге құстың ұясын таптап кетпеген? Мен қазір үңгірге кірер болсам, мына ұяны таптап қана кіре аламын. Олар не, ұшып өтті ме? Амалын тауып аттап кеткен шығар. Солай болсын делік. Өрмекшінің торына не айтасың? Жаңа тоқылғанға ұқсамайды. Шаң басып қалыпты. Егер олар бүгін кірген болса, мына торды үзген болар еді. Көп сөзді қайтесің. Еңбектеп барда еңкейіп қарасайшы. Тар үңгірдің түбі көрініп тұр ғой. Екеуін желкесінен сүйреп шықта боршалай бер. Қаласаң отқа тірідей пісіріп же, деді ізгесуші селт етпестен. Іштегі екеу бұл сөздің бәрін анық естіп отырды. Әубәкір демін іштен тартып, пайғамбарды қапсыра құшақтап, ескерткіштей қатты да қалды. Расында да үңгірдің аузына еңбектеп келіп еңкейіп қараса, жетіп жатыр еді. Бірақ олай істеуге надандардың кібірлігі жібермеді. Себебі олар 10 жыл бойына мұсылмандардың еңкейіп сәждеге баратын намаздарын ең абыройсыз құлшылық деп санайтын. Өздерін тірі құдай сезінетін меккеліктер үшін бұл дүниеде кісінің көзінше еңкейіп тоңқайғаннан артық қорлық жоқ еді. Қаныпезер ішінен, қазір еңкейсе мыналар мені кейін сәжде жасап мұсылман болды деп мазақ қылады-ау. Тіпті мен туралы өлең шығарып елге таратып жіберуі де мүмкін. Сосын кімнің аузына қақпақ боласың деп сақтық қылып тұрды. Ол артына қарап, «Ей, қайсың барсың үңгірге еңкейіп үңілетін?» деді. Кісі баласының алдында иілуді өліммен тең көретін кілеңгі бір оқтау жұтып алғандай қақайып тұрып алды. Сенгір, жоқ сенгір деп бір-бірін итерді. Бірақ ешкім еңкейгісі келмеді. Жалған намысқа шырмалған тобыр жол бастап келген аңшының өзін сөге бастады. Сені жалдаған біз ақмақ, өрмекші торлап тастаған ескі үңгірге несіне ертіп келдің деді. Олар бәрі жабылып аңшыны мазақтай бастады. Ол үңгірде екеудің отырғанын анық білсе де, аналардың мазағына шамданып үңгірге кірмей үндемей тұра берді. Біз білетін айлакер Мұхамбет болса, бұл жерге тығылмас. Оны осыншама ақмақ деп ойлаудың өзі ақмақтық деді де, дабырласып кері шегінді. Олар 3 күн 3 түн бойы Хира тауын тынымсыз сүзді. Ізгесуші, мықты болсаңдар өздерің тауып алыңдар деді де, Меккеге қайтып кетті.